Силент мемлекеті Ұлыбритания жағалауынан шамамен 12 километр қашықтықта, солтүстік теңізіндегі бұрынғы әскери платформада орналасқан. Географиялық тұрғыдан алғанда, бұл құрылыс халықаралық құқықтағы классикалық мемлекет ұғымына сай келмейді. Алайда ол өзін дербес егемен ел деп санайды. 1987 жылы Ұлыбритания өз аумақтық суларының шегін 12 теңіз миліне дейін кеңейтті. Бірақ Силент өзін бәрібір тәуелсіз деп жариялап отыр. 1978 жылғы мемлекеттік төңкеріс неміс бизнесмені Александр Ахенбах өзін премьер-министр деп жариялап, платформаны басып алады. Рой Бейтс пен оның адамдары қарулы түрде Силентті қайта алады. Германиядан елшілер келіп, тұтқындарды босату туралы келіссөз жүргізген. Бұл Силент тарапынан дипломатиялық мойындау ретінде насихатталды. 2006 жылғы өрт платформада үлкен өрт шығып, айтарлықтай зақымданды. Кейін жөнделді. Силент бүгінгі таңда халық саны өте аз, көбіне Бейтс отбасы мүшелері мен күзетшілері. Экономикасы негізінен сувенирлер, титулдар, лорд, барон, монеталар және естелік маркаларды сату арқылы жүреді. Интернет арқылы цифрлық азаматтық пен титулдар сату сияқты қызметтері бар. Туризм өте шектеулі, келу тек арнайы рұқсатпен. Силент халықаралық құқықтағы ерекше мысал, ол мемлекет атрибуттарының аумақ, халық, үкімет, сыртқы байланыс бір бөлігін ғана орындайды. Мойындалмаған мемлекеттердің ішінде ең танымалының бірі. Әлемдік мәдениетте микромемлекеттер қозғалысының символына айналды. Силент бұл заңдық тұрғыдан толық мемлекет деп саналмайтын, бірақ өзінің тарихымен және эксцентрлік сипатымен қызықты нысан. Ол халықаралық саясат пен құқықтағы шекаралық жағдайларды зерттеуде, сондай-ақ микромемлекеттер феноменін түсінуде маңызды үлгі болып қала береді.